Сәлем құрметті менің YouTube көрермендерім. Бүгінгі үйренетін тақырыптарыңыз бала өзінен өзі мазасызданып жылайды кейде. Бірақ ол не үшін жылап жатыр білмейсіз да. Соны үй жағдайында қалай анықтаймыз? Неге жылап жатыр? Ол бала бекерден бекер мазасызданып жыламайды. Соны өзіңіз үй жағдайында анықтауға болады. Ең алдымен, давайте видеоға лайк басайық, достар. Төменде қызыл кнопка тұрып подписаться деген. Егер каналыма бірінші рет келіп тұрсаңыз, тіркеліп кетіңіз міндетті түрде. Себебі алдағы уақытта осындай көптеген пайдалы ақпараттармен бөлісетін боламын. Ендеше видеоны жалғастырамыз. Мысалы, баланың қарны аш болса да мазасызданып жылайды. Сосын үстіне аллергиясы жоқ па, соны қарау керек. Мойны қиылып кетеді, шаты қызарып кетеді. Жаңағы мынандай тізесінің асты бар ғой, осындай жерлерде қиылып кетеді. Соны да қарау керек, содан да мазасызданып жылайды. Потом ішіне жел қарса да, іші колика болып тұрады ғой, содан да мазасызданып жылайды. Және де достар, баланың тісі шығып жатса да, енді тісі жарып шығайын деп жатса да, мазасызданып жылайды. Температура шығуы мүмкін, даже ыңырсып, былай жылап кетеді да. Потом тікені бар ма, соны анықтау керек балада. Тікен болады, тікен кәдімгі түк та, терінің астынан шығатын жүн. Жаңа мына быт жасалатын қазір көрсетем, қай жерден шығатын. Содан да мазасызданып жылайды. Потом жауырыны жабысса да мазасызданып жылайды. Жауырыны, иықтары жабысып қалады баланың. Кәдімгі арқамен көп жататын, бесікке көп жататын балдарда да. Соны анықтаймыз. Потом жаңа құлағына салқын тисе де мазасызданып жылайды. Құлағын тексереміз қазір, құлағында қарау керек. Содан да мазасызданып жылайды. Бала мысалы үлкен дәретке шықты, памперспен жүреді ғой енді. Көпке дейін сіз байқамасаңыз, мысалы да, бала содан да мазасызданып жылайды уже. Ойылып кетеді даже кейбіреулердікше үлкен дәретпен көп жүргеннен. Сол үлкен дәретін қарап, тазалап, жуып тұру керек. Көрдіңіз ғой, біреулер ойылып кетеді, аллергия беріп кетеді памперстен. Содан да мазасызданып жылайды бала. Егер балада черепное давление болса да мазасызданып жылайды. Шалқақтап жылай береді, кейбір гипертонус болса да, түсінікті ғой, ондай жағдайда дәрігерге қарату керек, невропатолог, педиатр деген сияқты. Жаңа гипертонус болса да өз қолынан өз шошып, көбінесе 4 ай 3 айға дейін да өз қолынан өз бос тастап жүресің, шешіндіріп, сол кезде өз қолынан өз шошынып жылап жібереді да. Ондай жағдайда дәрігерге қаратасыз. Достар, біріншіден 2-3 айға дейін колика болады балада. Көбінесе іші тырысып тұрады. Қараңыз, іші тырысып тұрады. Кішкене басып көресіз, достар. Кішкене басып көресіз, чоп-чоп. Осыдан да мазасызданып жылайды. Үлкен дәретке дұрыс шыға алмай, мысалы ішінен жел шығара алмай, соны қарау керек. Потом жыламай тұрған кезде басып көресіз, қара. Міне. Мына шетін. Міне. Сосын мына шетін. Жыламай тұрған кезде да. Сол кезде, достар, мына басып көрген кезде шыңғырып жылап жүрсе, значит, что-то құлағына салқын тиюі мүмкін. Ондай жағдайда лорға қаратасыздар. Көрдіңіз ғой, бала осы құлақтан да мазасызданып жылайды. Құлаққа салқын жаңағы далаға көп шықса, мысалы басына киіндірмей, мысалы баланы емізеді ғой, емізген кезде де, емізіп болғаннан кейін, емізген кезде мына сүті бар ғой, құлағына барады да, мұздай болып тиеді. Содан да құлағына салқын тиеді. Потом жатқан кезде аузынан көп су ағады ғой. Аузынан көп су ағады. Ол су аққан деген бетеп барады да құлағына барады. Мұздай болып тиеді, потом содан да салқын тиеді. Көрдіңіз ғой, сондықтан су ақты ма, сүт ақты ма, бәрі сүртіп отыру керек та аузының айналасын. Көрдіңіз ғой, құлағын басқан екі құлағын басып көрген кезде бала шыңғырып, бір неприятный шыңғырып жыламаса да, бір неприятный реакция білдіреді да. Сол кезде оппа, что-то лорға қарату керек ондай жағдайда. Көрдіңіз ғой, потом тікен бар ма, соны қараймыз. Тікеннен де мазасызданып жылайды. Мына жерлерін уқалап көресіздер ғой, түк, міне көрдіңіз, осы жерлерінен көп шығады. Міне, мына жерлерін жақсылап уқалап көресіздер. Түк қой, терінің астынан шығатын жүнді. Осы жерлерден де көп шығады. Потом мына санын қарайсыз, мына. Осы сандарын уқалап көресіз, осы жерлерден де көбірек шығады. Міне, осы жерлерін маймен уқалап көресіз ғой. Мына жерлерін уқалап көресіз, достар, осы жерлерден де көбірек шығады. Мына жерлерін жақсылап уқалап көресіз, хорошо. Сосын мына құйымшақ бар ғой, осы жерді уқалап көресіз құйымшақты. Тікен шығады осындай жерлерден жақсылап маймен уқалап көресіз ғой. Тікен шыққан жағдайда менде видеосы бар. Каналымда қалай алып тастау керектігін, соны қараңыз. Достар, бұл тікен дегеніміз түк кәдімгі. Просто тікен сияқты батады да баланың денесіне. Бетіндегі жүндерді айтып отқан жоқпын. Кәдімгі терінің астынан шығады ол. Шомылдырған кезде, майлаған кезде ол шығады да. Бәрінен шықпайды, кейбір баладан шығады. Содан да бала мазасызданып жылайды. Түсінікті ғой да? Түсінікті болса, лайк басып, каналға тіркеліп отырыңыз, достар. Лайк басайық видеоға обязательно. Осы видеоны достарыңызға жіберіңіз, хорошо, біліп жүрсін. Жауырынын қараймыз, достар, жауырынын қараймыз. Жауырыны жабысса да бала мазасызданып жылайды. Қараңыз. Бүйтіп кішкене қарайсыз. Жақындап түсі көрсетіп, міне көрдіңіз ғой, былай қараңызда жауырыны ашық жабығы жайлап көрінеді. Жауырын жабысса да, иықтар жабысса да мазасызданып жылайды бала.
Достар, мойындарын қарайсыздар, мойындары қиылып кетеді, кейбіреулердің мойындары қиылып кетеді, содан да мазасызданып жүреді. Бастарын қарайсыз, басына аллергия шығып кетуі мүмкін. Екі шатын қарайсыз, екі шатында да аллергия шығып кетеді, памперстен деген сияқты. Потом тізенің артын қарайсыз, тізенің арты да қиылып кетеді осы жерлері. Содан да бала мазасызданып жылайды. Сүтке тоймаса да мазасызданып жылайды, сүтке тойма. Мысалы, еметін бала, кейбір ананың сүті құнарсыз болады да, емген кезде сүтіне тоймайды. Ондай балаларға қосымша беру керек. Арнайы сіздерге арнап WhatsApp-тан группа ашып қойдым. Что бір-бірлеріңізге сұрақ қойыңыз, балаға, массажға қатысты сұрақтарыңыз болса, сол группаға қойсаңыздар, сразу жауап аласыз. Мен де арасында жауап беріп отырамын. Группаның сілтемесін описанияға қойып кетем, және комментарийға закрепить етіп кетем. Кіріп тіркеліп алыңыз, хорошо? Достар, бүгінгі тақырып түсінікті деп ойлаймын. Видеоға лайк басайық, каналға тіркелейік, осы видеоны WhatsApp чаттарға таратыңыз. Келесі видеода жолыққанша.